Жүсіп Хауаға бәрін тастап қашып кетейік деп айтады. Хауа, мен сені осы уақытқа дейін күттім. Бірақ сен мені үнемі тастап кететінсің. Бұл жерде емес, мені кешке той болатын жерден алып кет дейді. Бади екеуінің құшақтасып тұрғанын көріп жылап бөлмесіне барады. Мехмет Бадиге саған не болды? Баламызға бірдеме болды ма деп сұрайды. Бади түнде ештемені ойламай ұйықтау үшін ұйықтататын дәріні іштім дейді. Мехмет, мен бұл бала үшін бәрінен бас тарттым. Ал сен болсаң Жүсіп үшін өзіңді де баланы да аяп жүрген жоқсың. Мен бұған бүгін нүкте қоямын деп ашуланып Жүсіппен кездесуге кетеді. Бади Мехметке звондап Жүсіпке барма деп айтады. Мехмет, олай болса екеуміз бұл жерден қашып кетіп жаңа өмір бастайық. Мені күт. Дәл қазір қашып кетейік дейді. Бади, кешке тойда кездесейік. Сол жерден қашып кетейік. Ешкім күдіктенбесін дейді. Мехмет, жақсы, мен сені сол жерде күтемін дейді. Кіші Йылмаз бен Хауаның тойына қонақтар жиналады. Мехмет пен Баденің сөйлесіп тұрғанын Мехметтің атастырылған қалыңдығы көріп Хаметке келеді. Мен сізбен қоштасуға келдім. Апам екеуміз Каппадокиядан кетейін деп жатырмыз дейді. Хамет, сенің апаң ауырып жатқан жоқ па? Апаң ауырып жатыр деген соң біз үйлеріне бара алмадық. Ертең отбасымызбен барамыз дейді. Қыз, иә, апам науқас. Оның себебі Мехмет. Мехмет, сіздің келініңіз Бадиге ғашық. Бади Жүсіптің баласын түсіріп алды. Қазір Мехметтен аяғы ауыр. Мен үндемей кете алмадым. Олардың басқаларға қиянат жасауына көз жұмып қарап отыра алмаймын деп неке сақинасын шешіп беріп кетіп қалады. Хамет мүмкін емес деп бас айналып, мұрнынан қан ағып жерге құлайды. Бади қонақтар жиналып біткен соң үйдің есіктерінің бәрін сырттан кілттеп факелді алып терезеден пердеге от қояды. Перде өртеніп үйдің іші өртке оранады. Бади қашып кетеді. Жүсіптің ауыр халде ауруханаға түседі. Хамет те ес-түссіз реанимацияда жатады. Хауа Хаметтің палатасына келіп, осының бәріне сен кінәлісің. Жүсіп екеуміздің қосылмауымыз үшін бәрін жасадың. Сен өліп Жүсіп тірі қалуы керек деп айқайлайды. Мехмет Бадиге звондап өрт болғанын айтады. Бади Хауаның жағдайы нашар ма деп сұрайды. Мехмет иә дейді. Бади дұрыс болған екен дейді. Мехмет, мен ұшаққа билет алдым. Қазір сені алып кетемін дейді. Бади, Жүсіп қайда? Ол Хауаның жағдайын біліп ауруханаға жетіп бармаған болар дейді. Мехмет, оны қайтесің, екеуміз бұл жерден кетеміз деген жоқпыз ба дейді. Бади телефонды қоя салады. Полицей өрт оқыстан болмағанын, біреу қасақана ұйымдастырған болуы мүмкін. Есікті сыртынан кілттеп қойған. Отбасы мүшелеріңізден түсініктеме аламыз дейді. Мехмет Бадиге келеді. Бади Жүсіп келді деп ойлап қалады. Мехмет Бадиге, сен екеуміз қашып кетеміз деп келіскен едік. Неге айнып қалдың деп сұрайды. Бади, Хауа қазір соңғы демін алып жатқан болар. Ертең Хауа болмайды. Енді Жүсіп екеуміздің арамызға ешкім тұрмайды. Жүсіп менікі болады дейді. Мехмет, Хауа жансақтау бөлімінде жатыр деп кім айтты саған? Сенің сүйікті күйеуің Жүсіп өлім мен өмірдің арасында жатыр. Ал Хауа болса дін аман. Жүсіптің палатасының жанында жылап тұр дейді. Бади, мүмкін емес. Мен ауруханаға баруым керек дейді. Мехмет, тоқта, сен ешқайда бармайсың. Бұны сенің жасағаныңды білемін. Сол жердегі қызметші сені көрген. Ұзын қара шашты әйел өрт қойды деп айтты. Баратын болсаң ұсталасың дейді. Бади, Жүсіп ауыр халде жатқанда мен қарап отыра алмаймын дейді. Хауа Жүсіптің жанына келеді. Бәрі менің кесірімнен болды. Бізді тастап кетпе. Мен құрсағымда сенің балаңды көтеріп жүрмін деп айтады. Бади ауруханаға келеді. Комиссар түсініктеме алады. Бадиге, сіз өрт кезінде қайда болдыңыз деп сұрайды. Бади, мен есік жанында болдым. Құтқарушылар келіп есікті ашқанда мені бірінші шығарды деп айтады. Комиссар Баденің жауабына сеніңкіремейді. Мехмет Бадиге, сен не істедің? Менің айтқанымды тыңдеп менімен кеткенде бұның ешқайсысы болмайтын еді. Бұл істі жай қалдырмайды. Ертеме, кешпе сенің жасағаныңды біледі.
Бәрі Хауа мен Илмаздың некесі жалған екенін білді. Енді олардың махаббатына ешқандай кедергі жоқ. Хауа қарап отырмайды. Бұрында сенің оны өлтіргің келгенін полицияға айтып береді дейді. Бади Жүсіптің жанына келіп бәріне мен кінәлімін. Кешір мені. Сені сүйгенімнен осындай ессіздікке бардым деп жылайды. Жүсіптің тыныс алу аппараты түзу сызықты көрсетеді. Бади дәрігерлерді шақырады. Хауа мен Сұлтан сыртта отырады. Хауа тәте біз бәрін бүлдірдік. Екеуміздің ойынымыз отқа айналды деп екеуі өкініштен жылайды. Хауа Жүсіптің палатасына келгенде Жүсіптің денесін жауып қойғанын көреді. Дәрігерлер Жүсіптің қайтып кеткенін айтады. Хауа Жүсіптің жанында жатады. Бади мынау әйелді алып кетіңдер. Бәрі осының кесірінен болды. Менің күйеуімнің жанына жақындамасын деп айқайлайды. Мехмет Бадені алып кетеді. Бади мен Жүсіпті өлтіргім келген жоқ деп айқайлап жылайды. Мехмет Баденің бетінен шапалақпен бір салып есіңді жи. Біреу естіп қоймасын. Мен сені құтқарамын. Сенің жасағаныңды екеумізден басқа ешкім білмейді. Қызметші тек ұзын қара шашты әйел екенін біледі. Бірақ сен мендік боласың дейді. Хауа дәрігерге Жүсіппен қоштасуыма кішкене уақыт беріңіздерші дейді. Сен қызымыздың болғанын қалайтын едің ғой. Саған ұқсаса деп айтатын едің. Сен енді оны көрмейсің ба? Бұл сенің маған жасаған ең үлкен сыйлығың. Мен сені сүйемін деп жылайды. Жүсіпті жерлеу рәсімі болады. Кіші Илмаз әкесін құшақтап жылайды. Мехмет Баденің өр қойғанын көрген жігітті учаскеде көреді. Ешқандай куәлік берме. Мен саған көп ақша беремін деп айтады. Жігіт Мехметке сіз шындықты неге білгіңіз келмейді? Мен бар білгенімді айтып беремі деп айтады. Мехмет адамына ана адамның артынан бар. Әлсіз жерін біл. Бірдеме айтып қоюына жол берме дейді. Бади Мехметке мен бұндай ауыр жүкпен жүре алмаймын. Арым маза бермейді дейді. Мехмет олай болса шындықты барып айт. Содан кейін бәрі сенен теріс айналады. Бәрі сені жек көріп кетеді. Бірден түрмеге қамайды. Балаңды да тартып алады. Саған сол керек па дейді. Хауа есінен танып қалып Сұлтан ауруханаға алып барады. Дәрігер өзеге түсіріп ұлыңыздың денсаулығы жақсы. Бірақ көп күйзеліске түссеңіз әсер етеді дейді. Хауа ұл бала болатынын естіп әкесі Жүсіп сияқты болсын деп қуаныштан жылайды. Сұлтан Хауаға баланың Жүсіптен екенін ешкімге айтпа. Илмазда хан жоқ ұлы. Бөтен адам емес. Балаңа Жүсіптің орнына әке болады. Егер айтатын болсаң хан жоғылылар балаңды тарып алуы мүмкін дейді. Хауа Илмаз менің күйеуім емес. Мен Хамет ханымға Жүсіптен аяғым ауыр екенін айтқанмын дейді.